Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Жазира. Бүгін керемет сковородкада торт жасаймыз. Сол үшін ең алдымен 2 жұмыртқаға шекерді салып, миксермен жақсылап аппақ болғанша, 2 еселеніп көтерілгенше көпіртіп аламыз. Торттың дәмі өте ерекше, дәмді. Духовкасы жоқ, газы дұрыс пісірмейтін кісілерге өте жақсы сковородкада пісіріп ала береміз. Содан соң майды, сүтті қосып араластырамыз. Торттың құрамы да өте қарапайым. Тұзды қостым, енді ұн мен разрыхительді қосамыз. Бұл заттардың барлығының мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Достар, видео ұнаса, пайдалы болса, каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Ол маған шабыт сыйлайды. Және де сковородкаға пергамент қағазын төсеп, оның бетін сары маймен майлап аламыз. Қамырымызды құйып, газды өте баяу жағып 15 минут қоямыз. Мен 20 минут қойып едім, беті күйіңкіреп, асты күйіңкіреп кетті. Содан бетін жауып 15 минут пісіреміз. Неке 15 минут өткеннен кейін енді бетіне пергамент төсеп, оны теріс аударып аламыз, бетін пісіру үшін. Менде асты күйіңкіреді, сол үшін пышақпен қырып күйгендерін алып тастадым. 15 минутқа қойып алыңыздар. Енді бетін аударып 5 минутқа пісіріп аламыз. Бетін пісірген кезде жабудың қажет жоқ. Менде 5 минут өтті, енді оны тарелкаға аударып алдым. 5 минуттың өзінде сәл беті күйіңкірепті. Сол үшін қарап тұрыңыздар, иісі шыққаннан алыңыздар. Бірақ арасы өте үлпілдек, сондай құрғақ, көтеріліп әдем болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.